8 шақырым жол жүрді. Оның әр аты неше шақырым жол жүрді? Әр аты 8 шақырымнан жол жүреді. Екеуі бірдей қосылады деді. Үшінші, ағаш үстінде 100 торғай отырды. Аңшы 5 торғайды атып алды. Торғайдың қаншасы қалды? Енді 100 торғай отыр еді. Аңшы оны атқанда бас торғай ұшып кетті де, сол атып алған 5 торғай ғана қалды. Енді келесі тапсырма логикалық тапсырма екен, бізге геометриялық пішіндер арқылы берілген. Осы геометриялық пішіндерге белгілі сандарды қойғанда оның нәтижелері көрсетілген екен. Біріншіде бізде 5 бұрыш, 3 бұрыш, 2 санның қосындысы 10-ды құрау керек. Екіншіде дөңгелек және 5 бұрыш, азайтындысы 20-ны құрау керек. Үшіншіде 3 бұрыш және дөңгелектің қосындысы 30-ды құрау керек. Біз бұл жерде 5 бұрышты 10 санын қойдық, 3 бұрышқа 0 санын қойдық. 10-ға 0-ды қосып едік, 10 нәтижесі. Келесіде осы 5 бұрышымыз 10 өзінде қойдық, дөңгелекті 30 деп алдық. 30-дан 10-ды азайтсақ 20 саны шықты. Енді міне 0 санын 3 бұрышқа қойдық, дөңгелекте осы 30-ды қойдық. 0-ға 30-ды қоссақ 30 саны шығады. Только смело его ходит. Әрбір топқа действительно өзінің несі бойынша бастауышқа тапсырмасы кетті. Енді бізге қараңыздар, мынандай тапсырма кетті. Пиццерияда қалыңдықтары бірдей, бірақ өлшемдері әртүрлі пиццалар сатылады. Получается, майданы әртүрлі екен. Бұл жерде кішірек пиццаның диаметрі 30 сантиметр, бірақ құны 300 теңге екен. Үлкенірек пиццаның 40 сантиметрлік диаметр пиццаның құны 400 теңге екен. Арзан пицца екен, ол жерден шығып соған барамыз. И бұл жерде қай пиццаны сатып алған ұтымды дейді. 300 теңгелік 30 сантиметрлік пицца ма, әлде 400 теңгелік 40 сантиметр диаметрлік пиццаның қайсысы ұтымды екенін біз S тең PR квадрат формуласын салып есептеп шығардық. Есепте жолын айтып берейін ба, әлде нақты несін ғана айтайын? Жауап мәскет пиццаны сатып алған ұтымды, өйткені бұл жерде 0,42 және 0,723 шықты екеуінің несі. Салыстырмалы, сонда үлкен пиццаның алданы 0,42 болғандықтан, оның құнымен салыстырған кезде ұтымды болып шыққан. Радиусы S-тен PR квадратын қойып өттік, шынығылар сантиметр квадратта біріншісі 7,5 сантиметр квадрат, ағы бір мүшкілері 6 сантиметр квадрат. Мәйдал метр квадрат есатып, ақшысыға бөлі атыламсақ, бәрі түгездегі квадрат сантиметр. Екінші тапсырма логикалық тапсырма, ішінен де көлдігінен де қосқанда 9 шығатындай бос орынға 1, 2, 3, 4, 5 сандарын қойып жаздаймыз. Шақта бізге қойғанда 1, 5, 3 деп қойды, сонда 9 шықты, енді жағында 2, 3, 4. Қоздар 9.